Сәлеметсіздер ме? Мен есімім Әбішалуа Ердосқызы. Мен жас маманмын. жылы Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетіне өзімнің ұнатқан мамандығыма, яғни қазақ тілі мен әдебиеті пәні мамандығына түстім. Оқуды аяқтап Астана қаласына келдім. Сөйтіп, Томирис медициналық колледжінде өзімнің мұғалімдік жолымды бастадым. Қазіргі уақытта мен куратормын және жұмысым өзіме қатты ұнайды. Жас маман болу бұл керемет мүмкіндік. Себебі Z буыны өкілі ретінде студенттер мен жас мамандардың қарым-қатынасы ерекше. Осылайша, біз олармен өз тілінде сөйлесуге мүмкіндік аламыз. Қазіргі заман амбициясы жоғары, көшбасшылыққа бейім, ғылымға қызығатын жастар заманы. Онымен қоса, қазіргі оқушылардың өмірінде басты рөлді әлеуметтік желілер алатындығы бәрімізге аян. Сондай жылдам және тұрақсыз идеялар уақытында студенттерге ұлттық тәлім-тәрбие беру жолында еңбек етіп жүргеніме қуанамын. Бақшан Жұмабаев, пайғамбар. Күн батысты қараңғылық қаптаған, күні батып, жаңа таңы атпаған. Жас мамандарға арналып ұйымдастырылған іс-шаралардан қалмай, әрдайым даму үстінде болуға тырысамын. Және де қазіргі уақытта Тұран Астана университетінде магистратурада оқып жатырмын. Менің арманым жаңа заман талабына сай, оқушыларға сапалы білім беруге қабілетті ұстаз болу. Сол жолда алдыма қойған үлкен мақсаттарым бар. Арманыма жететініме сенемін.